білесізбе? Бүгінгі дәрісімізде біз медициналық биомеханиканың робототехникада қолданылуының таңғажайып әлеміне үңілеміз. Бұл ғылым адам денесінің беретінін және де осы қазіргі кездегі осындай робота, техникала, инженерия или немесе кәдімгі осы медицина арқылы осындай бүкіл салаларының қарсы адамның өміріндегі осы денсаулықтың жақсартуын осы кәдімгі импланттармен, протездермен соған қарай бүкіл адамның өмірін жеңілдетуіне. Кейін бізден қазіргі роботтар бар. Бірақ ол роботтар қазіргі адамдар секілді қимыл іс-әрекеттеріне жете алмағандықтан бізде қазіргі заманда протездер жасау тарихы болады. Яғни келешекте роботтар адамдарға ота жасауға, адамдарға тамақ жасауға, неше түрлі нәрселерге икемделу үшін сол биомеханика дегеніміз мысалы адамның қозғалысын қайталауға тырысып жатқан роботтар. Яғни қазіргі таңда сондай роботтар тереңірек зерттеліп жасалып жатыр, бірақ олар әлі күнге дейін адамдардың қозғалысын толықтай қайталай алған жоқ. Және де көрсетілім дайындаймыз. Қазір алдарында ноутбук берілген, барлықтарыңыздың алдарында инженерлік техника 3-ші топ жүйе арқылы биомеханиканың түйісу нүктелері. Робот бұл белгілі бір тапсырманы автоматты орындайтын машина. Ол адам сияқты ойламайды, бірақ бағдарлама арқылы жұмыс істейді. Және де кейбір роботтар адамға ұқсас қозғала алады. Робототехника роботтарды құрастыру және бағдарламалау және қолдану саласы. Ол ғылым мен инженерия технологияны біріктіреді. Қазіргі таңда өте қарқынды дамып жатқан бағыт. Керемет. Робототехниканың түрлері өндірістік роботтар зауыттарда жұмыс істейді. Медицинадағы роботтар операцияларға көмектеседі. Үй роботтары шаңшалбыр сымақ құрылған сияқты, ал ғарыштық роботтар планеталар зерттейді. Керемет, асықпай айтамыз. Робототехниканың қолдануы ол тіпті өнім шығаруды автоматтандыру, ғарышта зерттеу жұмыстары және де күнделікті өмірде қызметті жеңілдету. Жасанды интеллектпен бірге атқаруды көп салалардың Тақырыбымыз роботтық буындардың механикалық құрылысы. Бастайық. Роботтық буын дегеніміз не дегенге тоқтала кетсек, бірінші роботтық буын дегеніміз роботтың қозғалуы адам буындарына ұқсас жұмыс істейді. Әртүрлі бағытта қозғалыс жасауға мүмкіндік береді. Және де өнеркәсіпте, медицинада, автоматтандыруда кең қолданылады. Роботтық буынның механикалық бөліктері: қозғалтқыш, беріліс механизмі, буын өсі, корпус сенсорлардан тұрады. Жақсы. Механикалық мақсатты қандай жұмыс атқарады? Яғни қозғалысты таңдау, материал таңдау, кегі монтаж жасау. Техникасының маңызды бөлігі. Және де оның дұрыс жобалануы роботтың тиімділігін арттырады. Болашақта бұл технология одан әрі дамиды. Медицина дегеніміз не? Медицина дегеніміз ол адам денсаулығын сақтау, ауруларды анықтау, алдын алу және емдеу туралы ғылым деп айтамыз. Оның дамуы адамзат өркениетінің дамуына тығыз байланысты болып келеді. Болашақты болжауға мүмкіндік береді.
ежелгі медицинада 3000 жыл, яғни біздің заманға дейін 500 жыл бұрын ежелгі медицина азаматтық, табиғи азаматтық түсінуге және аурулармен күресуге жасаған алғашқы қадамдарының бірі. Емдеу әдістері шөптер, қылайдың жасалған немесе шайқанның әсерлері санайды. Одан бөлек ерекшеліктері мен шектеулері айтатын болсақ, ежелгі Мысыр алғашқы медициналық жазбалар дәрігерлер дайындалған. Mikroskoptың ашылуы қан айналымын зерттеді. 9-шы ғасырдың медицина төңкерісі, микробтар теориясы, бактериялар ауыстырады, анестезия уақыт пайда болады, антисептикация енгізілді. 20-шы ғасыр онлайн диагностикалар да бар. Қазақстандағы медицина. Тәуелсіздік жылдарында үлкен дамуы, заманауи ауруханалар, цифрлық медицина. барлық тарихымен танысып білдік. Енді қазіргі таңда осы биомеханиканың робототехникада қаншалықты қалай қолданылып жатқанын анықтау мақсатында сендерге қазір жағдаяттық тапсырмалар беріліп келіп отыр. Сол қазір жағдаяттық ситуациядан қалай шығамыз. Мына екінші топқа, инженерия тобына, мына үшінші топқа. Ойлануға 2 минут. Бізге түскені дәнекерлеуші болып жұмыс істейтін орта жастағы жігіт көз жанарының тоғыз қабатын зақымданғанын жақсы көре алмайтын халге жетеді. Алайда заманауи медицина қандай мүмкіндік? Бұндай кезде бионикалық көз немесе жасанды қалуды қолданған. Ол арнайы қағаз қалып береді, ол миға сигнал жібереді. Сөйтіп ол адам жапсырай болса да көрінбейді. Ол арнайы бір құрылғы бар. Соны атасаңдар қазір жоғары бағаланады. Жақсылай көруге болады. Жақсы жарайсыздар. Өндірістік жарақат салдарынан оң қолының белінен айырылады. Ол өзінің кәсібін жалғастырғысы келеді. Алайда қарапайым косметикалық протездер мен аспаптарды ұстау, нәзік қимылдар жасау және заттардың қаттылығын сезу мүмкін емес. Бұл жағдайдағы шешім бионикалық яғни ақылды протез болу. Жақсы. Сол протездің артықшылығы ол сол бұлшық арқылы сізде жұмыс істейді және оның сезімінің функциялары бар және нәзік қимылдар жасай алады және қатты заттарды ұстай алады. Жалғастыра алады, себебі бұндай протездер басқа протездерге қарағанда функционалды болып келеді. Бұл жер Кардиолог дәрігерге жүгінеді. Дәрігер тез арада ота жасап, жүрек механикалық қақпақшаның ауыстыруына кеңес береді. Келісім беру керек. Бұл жағдайда әрине келісім беру керек, себебі жүрек қақпақшасының нашарлауы адам өміріне қауіп алып келуі мүмкін. Және механикалық қақпақша ол адам өміріне ұзақ қызмет ете алады. Бірақ ол науқас өмір бойы арнайы дәрілер қабылдау керек. Одан бөлек оны қалай қолдануға болады? Яғни жүрек ақауларын жабады, сол бағанағы қан тамырларын кетірмейді, және де инвазивті ол жарақат алған жағдайда екен. Енді сендерге мынандай сұрақ бар, жалпы тыңдаймыз. Қазіргі таңда жастарымыз бар ағзаны, бар өзіндегі табиғи бар мүшелерінің өзін кейде әдемілік үшін алмастырып жатады. Осыған сендер қалай қарайсыңдар? Қазіргі кезде мысалы қыздар, әйел адамдар мысалы еріне ботокс жасатады, мысалы әртүрлі нәрсе істейді, мысалы
Шетінің кейдесі мысалы. Бай айтқанымызда. И түрлердің пластический операциясы. Абай. Менің ойымша қазіргі 21 ғасырда осы көптеген импланттардың дамығанымен осы қазіргі кездегі бізде робототехникасының дамуымен осы импланттар өте адамға осы керек екен ойлаймыз. Өйткені импланттар көбінесе әркімнің өзінің ойына байланысты. Ол біреудің миясы үшін жасамайды, оны өзіне ұнау үшін, өзінің сұлулығы үшін жасайды. Сен жасамайсың. Мен табиғи. Өзі жасаймыз ба? Егер сондай бір ситуация болып қалса, мысалы, талап ететін оқиғалар Жоқ, ол болады. дұрыс. Біздің топта қарсымыз, өйткені ол басында жасатқан кезде адамды сұлу қылып көрсетеді, ал одан кейін өте келе адам қартайған кезде сол сұлулығының бәрі өзіне айналып кетеді. Жақсы. Яғни адам керемет, жарайсыңдар. Олай болса, Карточкаларымызды алыстап сізге сұрақ жауап айдарына келіп жетті. Және егер келе ұлдана дайын отырыңдар. Кезек мен шақырмаймын. Керемет. Келе ғой. Екінші балаларсыздар. адамның жоғалған мүшесінің қызметін атқаратын робот құрылуы қалай аталады? Бионикалық процесс. Керемет. Жақсы керемет. Жақсы деген терминді қайсы айтамыз? Керемет. Нейроинтерфейс робот пен адам арасында қандай байланыс? Тексеріп көріңдер. Ашыңыздар. Жиналған топтар атын ашыңыздар. Қандай сөз құрастыруға болады? Momuşluğunda tepkiye bağlı. Mayısında kurastırıldı. Яғни тәртіпке бағынған қол болмайды дейді. Бұл бізді патриотизмға Отар үшін күрес, елге тиген үлес деген сөз шықты. Егер азаматтық оқымасаңдар дегеннен жақсы бала жарайсыңдар. Олай болса бүгінгі сабағымыз бойынша кері байланыс беріп кетсеңіздер. Мынау сіздерге кері байланыс қаншалықты болыңыздар. Неге осы тақырыпты